бөтен адамдарды, жаңа Украина, Россияда, там Дагестанда шығып жатқан директорларды көріп, вау деп жатырмыз, да? Это боковая мотивация, да? Мотивация сверху деген жаңағы наставниктен, жоғардан, компаниядан келіп жатқан мотивация. А самомотивация деген адамның ішіндегі өзінің стержені, өзінің ішіндегі факел. Осы факел вообще сөнбеу керек. Мысалы, адамдар айтады да, қайдан аласыздар самомотивацияны дейді. Мен айтамын, самомотивация деген қазір үйге кіріп келесіңдер. Үйге кіргеннен кейін жан-жағыңа қарайсыздар, ремонт. Устраивает? Үй устраивает? 2 бөлмелі, 3 бөлмелі, может 5 бөлмелі шығар, мен білмеймін ғой. Үйдің жағдайы егер жаңағы тұрған тұрысы, ремонты, обой бәрі егер сізді қанағаттандыра ма, қанағаттандырмай ма? 30 күн сайын тауып отырған ақшаңыз айлық түсіп отырған қанағаттандыра ма? Бәрі жоқ қой. Самомотивация сендерде болу керек. Содан кейін енді ары қарай жүресіз, холодильникті ашасыз, морозильникті ашасыз, ет, балық бәрі толып тұр ма қазір? Конечно. Холодильникті ашамыз, жегіміз келіп тұрған тамақтың бәрі самсап тұр ма? Овощ, фрукты күнделікті ма? Мысалға да, біздерді бұрын солай үйреткен ғой, сіздерді де солай үйреткен. Біздер енді 20 ғасырдың совет үкіметі шетін көріп қалған адамдар, біздің әке-шешелеріміз солай үйретті да бәрімізге. Тек оқы, сабағыңды 5-ке оқы, қызылмен бітір, дипломыңды ал, диплом деген нан шекерін табасың әйтеуір дейді. Действительно, диплом қазір 21 ғасырда ол нан шекердікі, ол ар жағында бананға, күнделікті балдарға, икраға, там тағы етке жетер енді кішкене, и только жетпейді қалуы мүмкін. Балыққа, мысалы, артық нәрсеге жетпейді ғой. Действительно, диплом нан шекердікі. Келісесіңдер ма? Келісеміз. Артыққа біздің шамамыз жетпейді, мысалы, жұмыс жасайтын адамдар енді білетін шығар. Сондықтан да қазір 21 ғасыр, қазір оқу керек. Қазір өзін адам жетілдіру керек. 21 ғасыр айтады, в ногу со временем деп та, қазір заманның талабына қарай жұмыстану керек. Ал сетевой бизнес 21 ғасырдың мамандығы. Енді былай болуы мүмкін де, адамдар қазір осы семинардан болады, там или бір адамды көреді, оқиды бір информация, содан жігерленуі мүмкін. Жаңағы ол бәрі сыртқы мотивациялар, внешне, да? Енді адамда самомотивация қалай сөнбеу керек, да? Сол туралы кішкене мен мағлұмат берейін. Ең бірінші самомотивация, ең бірінші не істеу керек? Сіз жұмыс жасағанда айтады, все лишнее убрать дейді, да? Яғни адамның өмірінде, мысалы, сіздер қазір адам тіркегіңіз келеді, компьютерге отырып жұмыс жасағыңыз келеді, да? Бірақ белгілі бір жағдайларға байланысты сізге соған мұрша болмайды. Сол жағдайдың барлығын ысырып тастап қоя тұру керек дейді. Уақытша ысырып тастап жұмыс жасау керек. Себебі сіз жұмыс жасағанда сіз мотивация аласыз. Мысалға, адам деген егер бір нәрсе мешать етіп тұрса, мына мида бір нәрсе мешать етіп тұрса, ол жұмыс жасай алмайды. Толықтай мына кабинетке кіріп, толықтай адаммен информация беруге мұршасы болмайды. Себебі ой не істеп тұр, бөлініп тұр. Сондықтан да сізге жұмыс жасауға кедергі нәрсені уақытша қоя тұру керек екен, кедергіні. Содан кейін жаңағы YouTube-ты ашып жіберіп, мотивационный роликтер бар, видеолар бар, жаңағы түрлі-түрлі нәрселер бар, мына информация барлығы бар, соны ішін ашып жіберіп, YouTube-тан видео роликтер қарау керек. Содан кейін күнде кешке адам өзіне отчет беру керек. Мен бүгін не істедім? Мысалға, мен айттым ғой, келесі презентацияға барған кезде, мына жерде, например, 15%-те тұрам дедім. Ол 15% 1500 балл. Мен 1500 балға жету үшін не істедім? Адам тіркедім ба? Тіркемедім ба? Не істедім мен деген сияқты күнде адам өзіне отчет беріп тұру керек. Екінші дейді, ол ведите журнал успеха дейді. Яғни кез келген адамның журналы, блокноты, да, мысалы сырты әдемі, мысалы журнал мечты, блокнот мечты дегендер бар. Сондайларды алып, адам жазып отыру керек екен. Любой жетістігін жазып отыру керек. Сосын тағы да бір метод бар, бір банкына арнап, жыл сайын, мысалы балам каратэдан бірінші орын алды. Там, например, үйдің обойын ауыстырды. Олмаса тағы да мен керемет сыйлық сыйладым, ол адам довольны болды деген сияқты. Или, например, балам 5 алып келді деген сияқты, сондай бір жетістіктер. 3%-ке шықтым, например, тағы не, көрісте наурызда керемет мерекелік кезде, мысалы мен 100 мыңға товар саттым деген сияқты, да? Олмаса бір заказ жинадым деген сияқты. Адамның өзінің күнделікті өмірде болып жатқан кішкентай жетістіктер біздер мән бермейміз ғой. Мән бермейміз біздер деген, да? Сондай кішкентай жетістіктерді жазып, қағазға салып отыру керек екен жаңа банкіге. Жылдың аяғында жаңа банкін ашқан кезде, мә действительно, осы жылда осындай жақсылықтар болды екен деп, өзіңіздің журналыңызды жүргізіп отыруыңыз керек. Соны бір самомотивация жаңа айтамыз, адам кішкене өзі өшіп қалған кезде, соны ашып оқу керек екен. Сөйтіп өзі жігерлену керек. Енді сіз жігерді басқа қайдан аласыз? Осындай видеороликтерді презентация қатыспағанда. Үшіншісі, выбирайте для себя подходящую обстановку дейді.
Мысалы біреулер болады, айтады да, мен үйден жұмыс жасаймын дейді, бірақ үйден на самом деле жұмыс жасамайды. Жасай алмайды. Себебі ана үйдің ана қазаны бар, ана жерде бала бар, мына жерде деген сияқты бір әйтеуір келім-кетім адам болып жатады. Үйден отырып жұмыс жасаймын дейді, бірақ жасай алмайды. Офиске бару керек па? Күніне 2 сағат офиске барып келу керек. Егер үйде жасай алмайтындай жағдай болса. Сондықтан да өзіңізге жақсы обстановка таңдауыңыз керек. Мысалға біреулер бар, мен сөйлемеймін, мен Инстаграммен жұмыс жасаймын, ВК-мен жұмыс жасаймын. Мысалы бізде ВК-мен де директор болған Ақжан бар, кішкентай ғана келіншек, 94 жылғы, қазір 4-ші өтпесіне жақында босанды, декабрьдің 1-інде. Сол чисто ВК-мен директор болды. ВК деген ВКонтакте деген, да, соцсеть, сотка арқылы. Мысалы Инстаграммен жаңа международный директор болып отыр. Чисто тек Инстаграммен қарап отырсаңыз, да. Одноклассники деген бір, Facebook деген бір, сондай нәрселерді бәрін алып, адам өзі қалай жұмыс жасағысы келеді, солай жұмыс жасау керек. Мысалға, маған удобно ма холодный контактке шығу, есікті алдына шығып, визит тарату, значит, солай жұмыс жасау керек деген сияқты. Сөйтіп, әркім өзіне ыңғайлы обстановканы жасап алу керек. Жұмыс жасаған кезде мынаның барлығы жан-жағы тап-таза, шаң болмай, тап-таза болған жерде жұмыс жасау керек содан кейін. Одан кейін төртіншісі ставьте четкие цели дейді. Адам өзіне мақсат қою керек. Айқын мақсат, қыздар. Тек просто я хочу деген ол бөлек, қыздар. А мақсат деген нәрсе бөлек. Арман бөлек, мақсат бөлек. Армандайды, адам көп нәрсені армандайды. Квартираны да армандайды, шетелге шығуды да армандайды, чектерді де армандайды. Ал мақсат деген оның уже уақыты анықталған. Мысалы, кімнің қандай арманы бар? Айтыңызшы, ал бір-екеуін айтыңызшы осы жерде. Секрет па не? Арман жоқ. Арман көп. Жастарда бар. Кәрілер директор, да? Сіз айтпаңыз, сіз кәрі емессіз. Шетелге бару, бриллиант болу. Мысалға бриллиант болу. Қашан сен бриллиант болғың келеді? Уақытын анықтау керек. Просто бриллиант болғым келеді деген қыздар ол барлығы да болғысы келеді. Где-то бір бар да ондай арман. Бірақ егер сіз уақытын арнасаңыз, мысалы бұйырған уақытта деп отыра береміз. Бұйырған уақытта деп отырады. Соны бұйыртудың амалын жасау керек. Бұйыртудың амалын жасау керек. Іс-әрекетін жасау керек. Мысалы бриллиант 2018 жылы Москвада бриллиант болып сахнаға шығамын десе, уже сен неше тағы директор шығару керек. Келіп жатқан партнерлар, мысалға, Маралда бар да, 15%, 19%, 12%. Соларды өсіріп шығарып, 23-тен 1 шығарып, бриллиант атану керек. Шетелге шығу, қайда именно? Париж. Турцияға? Анталияға? Анталия. Мысалы, Анталия болса, қазірден бастап бағасын білу. Мысалы, мен қазірден бастап уже бағасын біліп жатырмын. Қанша болады? Октябрьде қанша болады деген сияқты, мен уже қазір турагентстволардан сұрастырып жатырмын. Себебі ол керек. Мысалға, Турцияға баруға болады. Егер сен директор болсаң, мен саған путевка подарить етемін. Иә. Ондай да акция бар, жаңадан басталып жатыр. Енді қараңыздар да, оның барлығы уақыты анықталып, соған қарай қаражатты жинау керек. Қаражатты қайдан табасыздар? Қаражатты жасап жүрген жұмыстарыңыздар және қосымша фаберлик жасайтын болсаңыздар, фаберликтен табуға болады. Сондықтан да мақсатты анықтап білу керек. Мақсат тек қана глобальный болмау керек. Кішкентай мақсатта болу керек. Күніне, мысалы мен күніне 1 адам тіркеуім керек. Мен мысалы күніне 1 адам тіркеуім керек деген мақсат бар да менде. Сосын соны мен тіркемесем, кәдімгідей бар ғой, тыныш таппаймын. Сөйтіп не керек, кеше түнде 1-ден 17 кеткенде тіркедім ғой адамды түнде. Қайдан таптың түнде? Интернеттен таптым. Айгерім деген қызды 91 жылғы таптым әйтеуір. Сосын спокойно ұйықтадым ғой. Можно теперь спать деп, да? Сондықтан қыздар, мақсатты күнделікті бір мақсат болу керек. Я болмаса каталогқа мақсат қою керек. Мысалы, бір каталог 21 күн, 3 апта жүре ма? 21-ші күнін алмақ, 20 күнін ала қой. 20 күнде, например, неше адам? 3 адам ба, не бар? 3 адам табуға. Бір аптада 1 адам. Болады ғой 1 адамды табуға. Және оның 10 000 теңгеге, я болмаса 50 балға заказын жасатуға әбден болады. Сондықтан да мақсат қойыңдар, соны сендер істемейсіңдер. Істемейміз ғой. Істемейсіңдер де, бірақ мен директор болғым келеді дейсіңдер. Болмайсыңдар, қыздар, мақсат қойып әрекет жасамасыңдар. Ау? Сөйтіп ұрсу керек па? Ұрысқаннан кейін ойланып қаламыз ғой кішкене бар. Мен кішке арасында ұяламын екен адамдар. Ұрса бер. Ол сен ол жерде ше, мен сен жасыңды ұмытып кет ол жерге шыққан кезде. Иә. Сен статусыңмен сөйле. Иә, дұрыс. Болды, тек добро берсең. Бітіштір жүгіріміз. Былай шықта сәлем беріп кішілей бер. Иә, сәлем бейте. Одан кейін, мақсаттан кейін, именно используйте дейді, мотивирующие материалы дейді. Жаңағы коллаж мечты, например. Арманыңыз бар ғой, мысалға, бір ватманды алып жіберіп, машина, үй ма, бала ма, тағы не, чек па, образование, да, например, балдарға. Не керек?
туфли ма қымбат ана жерде 70 мың теңге деп тұрған 100 мың деп тұрған ТРК Ақтаудағы көйлек па не болса да әйтеуір соны коллаждың бетіне жабыстыра беріңдер, соның барлығы болады. Шубы ма? Шубы бәрі болады. Жабыстыра беріңдер. Единственное мен айтам, машинаның суретін таңдағанда, вообще суретті таңдағанда дұрыс таңда. Мысалы, журналда қиып аласыңдар ғой. Мысалға, ана машина тұрмасын. Мынаны Бипек Автодан кредитке алуға болады деген машинаны алып жабыстырып қоймаң. Түсіндіңдер ма? Алған кезде қай жерден қиып атсыңдар, ол тек мына сурет қандай текстке байланысты, соны оқу керек. Бала, мысалы, армандайтын адамдар, нәресте соны оқың. Журналға, например, осы ауырып қалған бала еді деп деген болып қалмасын, қыздар. Міндетті түрде мына суретті мағынасын дұрыстап оқып алыңдар журналда. Сол мен айтатым сіздерге. Сондықтан жаңа айтып отырған хотите быть успешными, нужно быть с успешными людьми дейді да. Мысалға сіздермен жалпы да көп адамдарда былай. Қазір осы жерден жігерленеді да, елдің бәрі жасап жатыр екен ғой, неге мен де жасамасқа деп жігерленіп шығады, мен де жасайыншы, обучениеға барады, семинарға барады да. Содан кейін почему-то басылып қалады. Неге? Мысалға барады қазір үйге, сосын айтады да, нағылайын деп отырсың, қазан ошақта отырған адамнан сұрайды, болмаса жұмыс жасамайтын адамнан, таңертең кешке сериал қарап отырған адамнан да, вообще тіпті бизнес мұрны иіс сезбейтін адамдар айтады, нағылайын деп отырсың, олар бұрын бастап кетті, сенің қолыңнан келмейді ол деп, сөйтіп уже артқа қарай тормоз беріп бастайды да, сосын адам шегініп бастайды, мә действительно солай екен ғой, куда деп те, маған қайда ондай дейміз. Қыздар, олай емес. Өмірде сіздер қандай адамнан үлгі аласыздар? Успешный адамнан. Үлкен адамнан да, көп жасаған адамнан, көп көрген адамнан, үлкен отбасыдан да, жақсы воспитаниесі бар отбасыдан, білімді адамнан айтады да, міне осы үйдің адамдары осындай болу керек, осындай отбасы болу керек деп жас семьяларға көп айтады да, осындай отбасы болыңдар, да? Үбірлі шүбірлі болыңдар деген сияқты көп жақсы адамдарды ғана примерге алады. А бірақ почему-то бизнеске келгенде ана бір құдашаның көршісі бар ғой, елу балға заказын алып затын сата алмай үйінде қалып қойғаны бар. Почему-то соған келіп тіреледі. Неге? Енді неге бизнеске келгенде действительно директор, старший директор, серебро, золото, рубин, бриллианттан үлгі алмасқа? Өмірде сияқты бизнесте де сондай адамдардан үлгі алу керек. Ана жерде біреу товарын бықсып сата алмай қалған адамдар сендерді шаруалар болмасын. Себебі бұл бизнесте өсуде өз қолдарыңда. Сондықтан сондай қателіктерді жасамаңдар. Хотите быть успешными, нужно быть с успешными людьми дейді. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан успешные люди где қайда болады? Олар үнемі осындай презентацияда болады. Олар қайда болады? Олар үнемі офисте болады. Сабақтар жүргізеді. Солармен бірге болып, солармен ой алмасып сөйлесу керек. Любой директорге жабысып алып, қалай жасап жатсыз, қалай істеп жатырсыз, қандай метод деген сияқты сонымен сұрап сөйлесу керек. Ал енді директор болған адам, енді ол сізден ештеңені жасырмайды, бәрін жайып салады, потому что бұл бизнес ешқандай секрет жоқ. Айтады, в чем ваш бизнес дейді да? В чем ваш бизнес? Секрет в чем дейді да? Секрет в том, что отсутствие секретов дейді. Ешқандай секрет жоқ бұл жерде. Бәрін тек жайып, картаны жайып береді. Ака сіз айтыңыз, мен Турцияға барып, товар алып келейін деп едіңіз, Турцияға барып жүрген адамға айтыңыз да. Айжан, сен Турцияға барып жүрсің, мен де сенімен бірге Турцияға барып келейінші, анауынан киім алып келейін деп едім, көктемде сатуға десе. Апарғыңыз келе ма? Жоқ. Точкасын көрсете ма сізге? Жоқ. Көрсетпейді. А мында сізге бәрі жайып береді. Одан кейін выполняйте различные задания дейді да? Задание деген жаңағы наставниктің айтқан заданиясы. Адам тіркеу, кино қарау, секретті қарау, видеоролик қарау, оқу статьяларды деген сияқты сондай нәрсенің бәрін өзіңіз сондай түрлі нелерді орындау керек. Сосын адам өзі былай жалпы айтады ғой, поражение дейді. Поражение деген бір сәтсіздік болып қалады. Бәрі гладко жүрмейді ғой, бәрінде жаңағы қиындықтар бар, барлығы да өтіп жатырмыз да. Сондай бір қиындық келген кезде сендер мұңаймаң дейді, наоборот оған қуаныңдар дейді. Сендер тағы да бір сабақ алып жатсыңдар. Сондықтан радуйтесь своим поражением дейді. Вообще на ошибках учатся дейді. А бізде айтады ғой, не ошибаются какие люди дейді. Которые, да, не работают, ничего не делают. Они все думают, да, размышляют, жасайын ба, мынаны былай жасасам қалай болады, мынаны былай жасасам қалай болады. А оның орнында уже жаңағы пысық адам уже оны істеді, ода тарс етіп құлады, маңдайын жарды и дальше кетіп бара жатыр да. Оказывается, так нельзя деп та. Сондықтан да, если сіздерде сондай сәтсіздік бір моменттер болып қалса, оған еш өкінбеңдер, ары қарай жылжи беріңдер. Жаңағыда общайтесь только с лучшими. Айтады ғой, жаңағы с директорами. Содан кейін андайды қою керек. Мысалға, менің статусым, например, қандай директор болып тұрып, ана 15%, ол 15%-те жүр ғой деп, адамды ешқашанда өзіңіздің төмен рангтағы адаммен салыстырмау керек. Наоборот, жоғарыдағы адаммен салыстыру керек та. Қарау керек. Кеше, например, шығып жатыр да, международный директор, регистрационный номер 704-тен басталады.
А менің регистрационым бәрі 8-ден басталады да. Мен айтамын да, сонда мен алып жүрмін 703-пен 704-пен басталған адам уже международный директор. Адам всегда өзінің жоғарғы адам бар ғой, жоғарыда рангпен. Вот сонымен салыстыру. Неге мен андай сияқты элит емеспін? Неге мен ол сияқты национальный емеспін? Всегда жоғарғы адаммен салыстыру. Төменгі адаммен өздеріңізді ешқашан да салыстырмаңыздар. И мен старший директор шүкірмін ғой, ол директор ғой деген сияқты болмайды. Всегда жаңа айтады ғой, чемпиондарға қарай адам не қылу керек та, тырмысу керек. Жоғарыға қарай да мен жасауым керек, мен соған жетуім керек те, адам всегда жоғарыға қарай тартылу керек. Өзіңіздің төмендегі статустармен вообще салыстырмаңдар. Содан кейін страх дейді да, любой адамда жаңа қорқыныш болады. Осы жерде жаңа айтты ғой, қорықтық, қаштық дейді да. Білмеймін, менен неге қашып жүрген, сол кезде менен қашып жүрген ғой. Сөйтіп, это нормальная вещь, потому что қорқыныш, страх ол бәрінде бар, қыздар, бәрінде. Неден қорқасыз, соны істеу керек. Неден қорқасыз? Мысалы, біреулер болады ғой, байқап қарасаңыздар, офисте жұмыс жасап отқанда, сонда бүйтеді да, отырда енді звонда адамдарыңа дейді ғой, ол білмейді да, не айтатын да, звонда отқанда олар келіп отырады, телефон көтермей ақ қойса екен. Бар сондай адамдар. Қорқып. Белгілі, потому Просто что молодец. ол бар ғой, потому что адамдар белгілі. Өзіме көтермесе ақ қойғанда өткенде ол айтқаны ғой, бұл нәрсе. Мен ойнайды. Точно. Мен де ақымақпын. Адам айтады, қорыққаннан да сол айтады. Қорықпаймын мен, ұяламын мен. Ұялады, қорқыныш сонда. Айтады, көтермей ақ қойса екен деп отырады да. Айтады, мен анаған жоқпын, анаған жоқпын, көтерген жоқ. Ол уже космосқа жіберіп қойды, көтермей ақ қойса екен, ол көтермейді. Түсіндірсіздер ма? Сондықтан да айтады, страх это нормальная вещь. Нормально, ол бәрімізде ол. Бұрын мысалы көшеге шығып визитка, каталог тарат дегенде тоже, мә, ты что, қалай шығасың? Не қылып шығамыз, бет қайда деген сияқты да, ұяламыз деген сияқты. Артына бет тұрасың деген сияқты. А уже жайлап бір рет шықтың көшеге, 2 рет шықтың көшеге, уже болды, это твое, болды. Уже сен кәдімгі ана катоктан қалай сырғанап жүреді, дәл сол сияқты да, ана сен шықпасаң бір түрлі болып тұрасың ғой. Мен холодный контактке шықпай қалдым, почему-то деп та. Сондықтан да қыздар, страх это нормально. Неден қорқасыңдар, соны жасаңдар наоборот. Сол кезде мынаның бәрі кетеді мына жерде. Бір түрлі не тұрады ғой, барьер тұрады мына жерде да. Ол қорқыныш бар адам біледі мына жерде. Барьер тұрады. Осы барьер 1 рет, 2 рет жасағаннан кейін кетеді. Сосын ең самый главный 10-шы это развивайте свой внутренний мир. Адам всегда өзі даму керек, қыздар. Өздерің дамымасаңдар болмайды. Мана мен сөзім басында мана вечер басталатынын айттым ғой. Біздің алған білім ол уже устаревший білім, ескіріп кеткен білім. Сондықтан қазір 21-ші ғасырға қандай білім сай, соны алу керек. Қазір жеке кәсіпкерлікті қалай дамыту керек? Интернет бизнес, да, онлайн бизнес деп жатырмыз да, работа онлайн, работа дома деп жатырмыз, барлығын айтып жатырмыз да, сетевой бизнес деп та. Сіздерге ұнаса да, ұнамаса да сетевой бизнес 21-ші ғасырдың бизнесі. Ұнасын сіздерге, ұнамасын, это факт. Сам Дональд Трамп, президент, да, например, Америки, соны өзі айтып отыр да. Осылай міне Дональд Трамп осылай сөйлеп тұр да, сосын ана жақта бәрі отыр да, корреспонденттер да, журнал, жаңа газеттерден, телевидениеден. Сосын сұрайды да Дональд Трамптан, если сіз дейді да, осындай башняларды бәрін салмасаңыз, осындай сізде бизнес болмаса, сіз немен айналысатын едіңіз десе, Дональд Трамп айтады, онда мен өзіме бір сетевой компания таңдар едім. Сонда ананың бәрі тарқып күлген ғой бір моментте. Ол сетевойдан емес емес па, король емес. Сетевойдың король емес ол башнялар салған, тауырлар салған ғой Дональд Трамп. Сонда деген айтады, вот ты почему, дейді, я здесь один стою, дейді, на сцене, а вы все толпа сидите там, дейді. Потому что олар күліп отыр да ана кісіге. Себебі сетевой бизнесті даже сол кісінің өзі мойындаған. Сетевой бизнесті қазір бәрі де мойындайды. Себебі это единственный выход, қыздар. Вот айтады ғой, вот амал жоқ, жасау керек, амал жоқ. Мысалы, үйде баламен 4 бала шағамен отырған адамға басқа ақша қайдан келеді? Амал жоқтықтан жасау керек. Жаңа бизнесті жасап кететіннің бір методы сол, амал жоқтықтан жасап кетеді адам. Действительно, мен басқа жұмысқа шыға алмаймын, басқа жұмысқа мен 4 баламен алмайды, 2 күннің бірінде больничный деп сұрайсың, балаң ауырады, сен тағы бірдеңе дейсің, деген сияқты жұмысқа алғысы келмейді. Сондықтан амал жоқтықтан жасау керек негізі. Жасайсыңдар ма, действительно результатқа жетесіңдер. Бұл жерге мен айтайын, бұл жерде отырған қаншама міне директорлар бар да, ешкім де ерігіп келіп отырған жоқ қыздар. Ерігіп отырған ешкім жоқ. Барлығы да маған керек, мен осыны жасауым керек деген сияқты да. Болдым, тойдым деп отырған жоқ, мысалы міне 60-қа қарады жастары. Болдым, тойдым деп отырған жоқ, жасауым керек, ары қарай өсуім керек, өнуім керек, ел көруім керек, жер көруім керек дейді. Бізде пенсионерлер қайда жүреді? Біздің пенсионерлер 103-те жүреді, 3 метр матамен. Ана той, ана садақа, ана тойдан, ана садақаға, анада алған пакетті ана үйге апарады, ана үйде алған пакетті келесі үйге апарады. Өші пакет бит-бит алып жүреді, ең соңында өзіне келеді да ол пакет.
бірінші изначально үйден алып шыққан. А шетелде пенсиядағы адамдар кәдімгі қол ұстасып қыдырып демалып жүреді қыздар. Жалпы пенсия деген сөздің мағынасы жаңағы возраст отдыха деген. Негізі демалу керек. А бізде қаншама пенсионерлер еще қосымша жұмыс жасайды. Сондықтан да қыздар, апайлар, барлықтарды өзіңіздің қолыңызда. Сіздерге компания мүмкіншілікті беріп тұр. Бәрімізге бірдей қылып беріп тұр. Маған артық, оған кем деген сияқты олай беріп тұрған жоқ. Бәрімізге бірдей беріп тұр. Оның барлығын пайдалану өзімізде, өзіміздің жүрегімізде. Біз қаншалықты соны қажет етеміз. Действительно қажет етсеңдер, қыздар, жасайсыңдар. Ал енді қажет емес деп немқұрайлы қарасаңдар, өмірлеріңде сондай өте береді. Сондықтан енді кешті ары қарай жалғастырайық. Негізі біздің